Баршаға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұп-жұмсақ мини пиццалардың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен аппары дайындап аламыз. Жылы сүтіміздің үстіне секер, дрожж салып араластырып, бетін жауып қоя тұрамыз. Одан соң аппарымыздың үстіне қалған ингредиенттерді қосып араластырып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды 1 сағатқа көтерілуге жылы жерге қоямыз. Пиццаға қосатын салмамызды осылай ұсақтап, турап дайындап аламыз. Салмасын өз қалауларыңызша қосуға болады. Мен колбаса, помидор, қияр қосатын боламын. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді оны кішкене бөліктерге бөліп, пергамент немесе фольгаға май жағып орналастырамыз. Әр бөлген қамырымызға салмасын салу үшін видеода көрсетілгендей қылып дайындаймыз. Одан соң бөліктерге бөлінген қамырларымыздың үстіне соусымызды жағып шығамыз. Енді салмасын салып бастаймыз. Ең бірінші мен колбаса салдым. Одан соң қияр, помидор, ең соңында ірімшікті салдым. Дайын болған пиццаларымызды 250 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Алдағы уақытта тегін мастер-класстармен бөлісетін боламын. Егер видео ұнаған болса, комментарий қалдырып, каналға тіркелеміз достар.